Баршаңызға сәлем. Бұл эфирді запистен көріп жатқандар, бүгінгі эфирдің тақырыбы миссия, яғни оқырмандармен осы уақытқа дейін разборларда, осы эфирлерде миссия жайлы ақпараттар айтамын, өзінің болмысы жайлы ақпараттар айтамын. Осы эфирді соңына дейін көретін болсаңыздар, жалпы миссия жайлы ақпаратпен таныс боласыздар. Бұл бізде 14-ші күннің эфирі. Осы уақытқа дейін 13 күн қатарынан эфир өткіздім. 13-14-ші күннің бүгін эфирі. Оқырмандарында менің үйренісіп қалды. Барлығы таңғы эфирге, таңғы уақыттағы менің шығатыныма. Енді бүгін еркін форматта оқырмандармен разбор өткізім келіп отыр. Сосын бізде ертең 16-сы қазір қарайын, датаға қараймыз. Соған қарай қарызға байланысты эфир өткізім келіп тұр. Қарыз тақырыбы байланысты қарыз жайлы ақпараттармен танысатын боламыз. Енді қараймыз, 18 күні мүмкін өтуіміз мүмкін. 18 күні таңғы уақытта, таңғы эфирде қарызға байланысты мен ақпарат беретін боламын. 18 күні жазып алыңыздар, будильник қойыңыздар. 18 күні таңғы сағат 9:00-де қарыз жайлы эфир өткіземіз. Және қарызға байланысты хат жазу атты техника беремін. Ол техникада жақсы жұмыс жасайтын техника. Именно қарызда жүрген адамдардың барлығы сол техниканы күнделікті қолданатын болса, жақсылап нәтижеге жетеді. Жақсы, шүкір, қайырлы күн баршаңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік деймін. Жаңа апта жақсы жаңалықтарға толы болсын, жағымды жаңалықтарға толы болсын, керемет өтсін, уақыттарыңыз сондай бір берекелі болсын, күндеріңіз берекелі өтсін. Адам өзі қаласа, өзінің уақытын да, бақытын да, байлығын да берекелі ете алады. Дариға ханым, сіз маған жазсаңыз, қыздар, мен кеше Дариға ханым жаңағыдай қарызға байланысты тақырып, қыздар қарызға байланысты тақырыпты бұйыртса ертең 18 күні таңғы эфирде бөлісетін боламын. Қарызға байланысты біз мықты техниканы қолданатын боламыз. Именно ол да жақсы мықты жұмыс жасайтын техника. Естеріңізде болса, мен кеше де айттым, алдыңғы эфирлерде де осы менің таңғы эфирлер бар ғой, эфир в целом таңғы эфир емес, эфирлерде менде қарызға байланысты ақпараттар бар. Қарыз жайлы нақты эфир өткенмін. Сол эфирді көре отырып, кешегіде осы эфирде бөлісті. 1 миллион қарызым бар еді. Сол эфиріңіздегі тапсырмаларды орындап, техникаларды орындағаннан кейін менде 500 мың теңге қарызымды жауып тастадым деп отыр. Өте қатты қуанамын. Жалпы бүгінгі тақырып біз миссия жайлы ақпаратты қозғаймыз, я. Біз бір-бірімізден уже жақынырақ танысып қалдық. Мен сіздерді қуанамын осындай пайдалы ақпараттармен. Сіздерге уақыттарыңызды пайдалы өткізіп жатқаныма соғырлы, мысалға Инстаграмда, интернетте бір уақыт бос өткізіп жіберулеріңізде мүмкін. Так, Дариға апайға мен енді сұрақтар қоямын. 51-демін дейді. Дариға апай 51 жаста. Арамыздағы ең үлкені сол кісі шығар, 26-сы 05-і 1973. Мен қыздар жаңадан бір қосылып жатқан оқырмандар болса сразу айта салайын. Мен гаданиямен айналыспаймын, қыздар. Гадать ете алмаймын, ешкімді мен білмеймін. Мен просто психоанализді оқығанмын, я жандарым. Психоанализді мен ертең не болатынын білмеймін, ол кісілерде кейін не болатынын, жұмысқа тұрмайды, ол нәрселердің ешқайсысын білмеймін. Гадания емес бұл. Гаданиямен айналыспаймын. Чисто бұл психоанализ болды. Адамның туған күн ай-жылына қарай просто болмысын, просто ол датада ол тек туылмайды. Ол нәрселердің бәрі зерттелген, просто психоанализ болмысы сәйкес келе ма, соны айтамын. Атап нумерология, тарология, чакралогия, бір бәле, анау-мынау деген нәрсені мен білмеймін. Мен оны оқымағам, онда дипломым да жоқ, менен сұрамаңыздар оны. Жарайды ма? Енді миссиямды таппай жүрмін дейді. Дариға апай, сіз творчествомен айналысу керексіз ғой, творчествоның адамсыз. Сізде қатты контроль бар, барлығын контрольда ұстағыңыз келеді. Жаңағыдай қатты контрольда ұстай беретін болсаңыз, бір уақыт өткеннен кейін өзіңізді развивация етпесеңіз, легкий бір не алуыңыз мүмкін, да, инсульт алуыңыз мүмкін, потому что сіздің жасыңыз, миыңыз 24/7 жұмыс жасайды. 24/7 тоқтаусыз ананы бір ойлайсыз, мынаны бір ойлайсыз. Содан жаңағыдай ранный инсульт дейді ғой, инсульт алуыңыз да мүмкін. Сондықтан Құдай сақтасын ондай нәрседен. Соның үшін өзіңізді дамыту керексіз, жүргізу керексіз. Осы уақытқа дейін ондай сынақтардан өткен жоқсыз ба? Тоже жауап бере беріңіз. Интеллект өте жақсы дамыған сізде. Адамдарға через понимание, адамдардың жан дүниесін түсіну арқылы қызмет етеміз. Қандар, барлығын бір нәрсені түсіндіргім келеді да. Адамдар мен миссиямды таппай жатырмын дейді. Ал миссия деген нәрсе барлығымыз осы әлемге бір қызмет етуге келгенбіз.
бір-бірімізге қызмет етуге келгенбіз. Мен сіздерге қызмет етіп отырмын, араларыңыздағы басқа жандар басқа адамдарға қызмет етіп отырады, иә. Әркім бұл жерде, осы айттым ғой, Алла тағала бізді жаратқан кезде осы өмірге әрбір пендесін жаратқан сахаба қылып жіберген. Бұл, то есть сахабаларын о баста да жаратқан, барлығын халифа қылып жібереді. То есть халифа деген оның мағынасы пайдалы болу, қоғамға пайдалы болу деген дүние. Бірақ қараңыздар, қоғамға пайдалы деген нәрсе мынандай дүние ғой, жаңағыдай. Адам бірінші эгоизм этабынан өту керек. Қоғамға қызмет ету үшін бірінші эгоизм деген этаптан өту керек. Эгоизм деген кезде көбісі эгоизмді басқа нәрсемен шатастырады. То есть өзінің қара басын ғана ойлап қалған бір жаман адам, ақшаға тар бір сондай өзін ғана ойлайды, мен дейтін адамды ойлау мүмкін. Мен деген нәрсе ол жаман емес. Өзіңді ойлау, өзіңнің халіңді ойлау, ол нәрсе ол вообще жаман нәрсе емес. Ол дұрыс. Бірінші адам альтуризм деген этап ол, жаңағы альтуризм деп айтылады. Қоғамға қызмет ету, миссия деген нәрсе альтуризм этабында өткен кезде қосыла бастайды. Когда сен өзіңнің жан дүниеңмен, ішкі халіңмен жұмыс жасап боласың, сосын ғана барып альтуризм этабына көше бастайсың. Яғни қоғамға қызмет ету. Бірақ альтуризм этабында болу үшін сен бір эгоизм этабынан өту керексің. Альтуризм деген ол эгоизмнің былайша айтқанда баласы. Как только сен эгоизм этабына өтесің, сосын ғана барып қоғамға қызмет ету деген дүниеге жетесің. Қазір сіздер миссиямды анықтай алмай жатырмын дейді. Миссияңды білдің, жақсы, бірақ миссияңменен қызмет етіп бастау үшін, жұмыс жасау үшін сен бірінші өзіңді ойлау керексің. Яғни, в данный момент саған не керек? Қарыздан шығу керек, жақсы. Қарыздан шығу үшін не істеу керек? Осындай техникалар меңгеру керек, үйрену керек, жасау керек деген сияқты әрекетің болу керек. Сосын үй алу керек, жақсы. Үй алу үшін не керек? Білім керек, по-любому саған. Ақшаныңды жинай білу керек. Ақшаны жинаудың өзі білім қазіргі заманда. Оны өте жақсы білесіздер, иә? Сондықтан бұл жерде әуелі адам миссиясын жақсы анықтап алды, бірақ өзін ойлап бастау керек. Өзінің жағдайын ойлау керек. Яғни көп адам қазір араларыңызда сезініп жатсыздар ма? Мысалға жоқшылықты жауап беріңіздерші. Бір жоқшылық сезініп, ақшаның жетіспеушілігін кім сезініп жатыр? Ақша жетіспеушілігі, қарыз, жоқшылық. Давайте жауап беріңіздерші. Мен бір сіздермен коннект жасайын, сұрақ қойайын, жауап берсеңіздер. Сосын ары қарай разборларымызды жасай береміз. Жоқшылықты сезініп, ақшаның жетіспеушілігі, тарығып, сондай бір сезімдер болып жүр ма? Сондай бір жағдайлар сезінесіздер ма? Жоқшылықты жауап берсеңіздер, соған қарай мен де айтамын. Адамдар көпшілігі мысалға қазір қарызда, кредитте болу мүмкін. Я дейді, жоқшылықты сезінеді, таршылықты, ақшаның жетіспей жатқанын сезінеді. Өмірімізде сразу уже сезіндің ба? Өміріңде бір жоқшылықты сезіндің ба? Жоқшылық, таршылық, ақшаның жетіспеушілігін сезініп жатсың ба? Ол саған өте үлкен сигнал. Адам өзінің өмірінде жоқшылықты сезінген кезде, таршылықты сезінген кезде, значит, ішкі әлемі қирап жатыр деген сөз. Кім сезініп жүр, сол адам явно өзінің ішкі халімен жұмыс жасап жатқан жоқ. Ішкі жан дүниесімен жұмыс жасап жатқан жоқ. Болды ол. Сенің мынау өмірде таршылық көріп жатқаның, ол саған өте үлкен сигнал. Сенің жан дүниеңе үңілу керектігінің уақыты келіп жетті. Көп адам айтады, мысалға, оның аттары бар. Біреу айтады, внутренний состояние дейді. Ішкі хал дейді, состояние деп айтады. Внутренний ребенок дейді, ішкі сәби халің дейді, өзіңнің бала халің деп айтады. Әркім оған әртүрлі ат қойған. Кәдімгі психолог мамандар, коуч мамандар әрқайсысы өзіне ат қойып алады. Бірақ мойындаңыздаршы, кім сол таршылықты сезініп жүріп, ішкі халімен кім жұмыс жасап атқан жоқ жаңағы. Мен ішкі халімен жұмыс жасап атқан жоқпын, из-за этого таршылықты сезініп жатырмын. Таршылықты сезініп жатырмын деген адамдардың бәрі мойындайсыздар ғой, что өздеріңізбен жұмыс жасап жатқан жоқтықтарыңызды. Таңда ерте тұруларыңыз мүмкін, ары қарай өздеріңіздің состоянияларыңызбен жұмыс жасайсыздар ма? Убежденияларыңызбен, установкаларыңызбен, ішкі халдеріңізбен жұмыс жасайсыздар ма? Соған жауап беріңіздерші. Яғни мүмкін жұмыс жасамайсыздар. Сол жұмыс жасамағаннан кейін де сіздерде таршылықты сезінесіздер. Бола береді ол таршылық, ешқашан кетпейді. Ақшаның жетіспеушілігі, қиындықтар болған сайын бола береді. Потому что оның барлығы саған уже сигнал, пора уже, работай, над собой работай деген нәрсе.
Сондықтан бұл жерде адам өзінің жан дүниесімен жұмыс жасау керек. Сонда ғана жасамаймыз дейді. Жоқ дейді, вот, жоқ, жасамайсыздар. Сол үшінде адам таршылықты көре береді, көрген сайын көре береді. Болды. Ол сондай Алла біздің мынау сіздер сұрап жатқан миссия, потенциал деген дүниенің барлығы мынау біздің жан дүниемізге салып беріп қойған. Сіздер ойламаңыздар, потенциал деген нәрсе ашылып кетеді, ашылады ол, когда сен өзіңмен жұмыс жасаған кезде. Бір жерден барып меңгереді екенмін деген нәрсе емес. Сенің бойыңда итаки бар. Итаки бар. Мысалы, жаңа Дариға ханымды айтып жатырмын разборда. Ол кісінің итаки бойында бар. Ақша қайдан келуге болатын қабілеттерді Алла Тағала салып беріп қойған оған уже. Просто ол өзінің жан дүниесіне үңілмейді, мән бермейді. Кімсің? Не үшін өмірге келдің? Сенің мысалға осы уақытта 20 жасында кім боласың, 30 жасында кім болдың, 40 жасында кім боласың, 50 жасында сен кім боласың, 60-та, 70-те, 80-де кім боласың. Соның барлығына сенде план болу керек. Көп адамда даже ертеңгі күніне план жоқ. Әйтеуір бір сарында өмірі таң атады, кеш батады, таң атады, кеш батады, таңда ерте тұрса не істеймін дейді, немен айналысамын дейді, өздерімен жұмыс жасамайды. Из-за этого таршылықты көрген сайын көре береді. Болды, бітті. Өміріңе таршылық келді ма, жаным? Болды, ол саған өте үлкен сигнал. Өзіңмен пара уже жұмыс жасау керек деген сигнал. Сондықтан да таңда ерте тұр деген нәрсені айтып жүрмін. Тұрыңдар, тұр десе тұр, шүкіршілік жаз десе жаз. Жоспар жаз деді ме, жазыңыз. Арман жаз деді ме, жазыңыз. Жақсы нәрсені бір адамды бір күнде бір позитивні оймен ойлап жүріңіз, чтобы негативті ойламас үшін. Мен айттым ғой, осы эфирлерді айтып келе жатырмын. Күнде қаншама инсайттарды айтып келе жатырмын. Пожалуйста, бір күні целый день сіздер жаман нәрсе ойламас үшін. Бүгін мысалға жаман нәрсе ойлағым келмесе, жолдасымды алайын мысалға. Ойыма жолдасымды алайын. Алладан сол үшін сұрайын дұғаны. Аллахым, менің Нұрекемнің жолын ашып қой, болғызып қой, жұмыстарын алға бастырып қой, Нұрекем денін сау қылып қой. Барлығын сол адам үшін жақсы нәрсені сыйлай, жақсы нәрсені Алладан тілеу керек. Жақсы, бүгін Нұрекемді сұрайын, ертең қызымды сұрайын, Тамересімді, арғы күн ұлымды сұрайын. Мен сіздерге ол техниканың бәрін айтып жатырмын. Осылай жасалады. Сіздер ойламаңыздар. Өзіңмен жұмыс деген осылай күнделікті жасалады. На всю жизнь жалғасатын жұмыс. Мен бір күн жасап, бір күн жасамай қойған күнім жоқ, қыздар. Хотя бы менің күнделікті стабильно жасайтын ритуалдарым бар. Стабильно, күнделікті обязательно ол. Қандай қиын жұмыс болсын да, жұмысым басынан асып жатса да, жасайтын істерім бар. Жасаймын. Именно таңғы уақытта мен тек өзіме арнаймын. Өзімнің дамуыма, тұлғалық тұрғыда дамуыма арнаймын. Мен айтып жүрмін, күнде сол нәрсенің бәрін айтып жүрмін. Пожалуйста, одан кейін медитация бердім сіздерге өткенде. Жасаңыздар сол медитацияны. Бір рет менімен эфирде жасап қойып болды, бітті деген нәрсе емес. Бір рет жасағанда нихуя әсер етпейді ол нәрсе. Жасаңыздар. Как минимум 8 рет жасайсыздар ма, әрекет бола бастайды, түсінік келе бастайды 8 рет жасағанда. Оказывается, осылай екен ғой деген секілді. Ары қарай жасаңыздар. Қаншама миллиард техникалар беріп тастадым. Жай ғана айтып отыр ғой кеше. Сіздің сол қарыз жайлы эфиріңізді көре отырып, күнде жаздым, күнде істедім. Содан мен 500 мың қарызымды жауып тастадым деп жатыр. 1 миллион қарызым бар еді, соны 500 мың жаптым дейді. Күнде жазамын дейді. Ол эфирді ұзақ уақыт болған жоқ өткеніне. Бір 3 ай алдын ба өткен шығармын, 4 ай алдын ба өткен шығармын. Содан бері 500 мың қарызын жауыпты. Техника ғой ол да. Әрекетіңді жасайсың, бірақ мынау подсознательный уровне ол техникалармен де сен жұмыс жасау керексің. Қаншама миллиондаған техникалар бердім. Таңда ерте тұру, өміріңнің барлық сферасына баланста ұстау, барлығын айттым. Сенің мынау ішкі халіңе байланысты бүкіл адамдармен кімге барыңыз, кім тұлғалық тұрғыда дамытатын кім бар? Бәрінен сұраңыздар. Сұраған кезде еститіндеріңіз сол ішкі состояние, ішкі хал. Сол нәрсеменен жұмыс жаса деп айтады. Сондықтан да сыртқы әлемде таршылықты көріп жатсың ба, ол саған өте үлкен сигнал. Болды, санаңда трансформация болу керек. Өміріңе бір серпіліс алып келгің келеді ма, ол саған өте үлкен сигнал болып тұр. Сондықтан қазір жоқшылықты көріп жатырмын, қарыздамын, жаңағыдай ақшамды жеткізе алмай жатырмын, қарыз жауып жүрмін, не өзім рахатын көре алмаймын десе, болды ғой, жаным, өзіңмен пара уже, жұмыс жасау керек. Ойламаңыздар, тегін болса, тегін мен күнделікті айтып жатырмын. Ақылы болса, келіңіздер деп жатырмын коучингке. Келіңіздер, барлығын жетектеп тұрып, үйретемін, көрсетемін деп отырмын. Сіздер әрекеттеріңіз болу керек всегда. Сіздерге айтып жатырмын. Полностью. Так. Күнде саудада ақша болады, бірақ қарызға таратам, берекесі болмай жатыр. Кіріп кеттім, енді түн баласы ұйқы көрмеймін. Сәлеметсіз бе, Нұрсұл ханым дейді. Қарызда жүрген адамның өмірінде претензиясы көп. Ол ақша таппайтын әйел, ол болды, әлемге претензиясы көп адам.
ең әуелі өзіне претензиясы бар. Яғни өзіне айтады, сен таңда тұра алмаймын, осы барлығы таңда тұрады, осы инстаграмда ашсаң бәрі күшті таңда тұрып жүр дейді. Ал өзіне көңіл толмайды, таңда ерте тұрмайды, өзіне претензиясы бар. Өзімен жұмыс жасамай жатқанда, ұйықтап қалып жатқанда өзіне бір жыны келіп жүреді. Өзіме бір жыным келеді деп айтады олар. Ондай да бар, араларыңызда бар да болуы мүмкін. Өзіме жыным келеді дейді. Болды ғой, бітті, өзіңнен басталды претензия. Алла жаратты сені әп-әдемі мүмкіндіктермен, қабілеттермен жаратып қойды, барлық жетістікке жететіндей етіп бәрін беріп қойды. Ал сен шықтың, уже жаңағыдай не жасап жатсың, өзіңе претензия басталды. Сосын өзіңе басталғаннан кейін ол болды, бітті, айналаңдағы күйеуіңе де претензия бар. Сосын жаңағыдай айналаңдағы ата енесіне претензия бар, коллегасына претензия бар деген секілді. Әркімге претензиясы өте көп болып жүре береді, сомен сыналып, содан қарызға кіре береді. Қарыздан шығу үшін претензия деген дүниеден алшақ болу керексіздер. Қыздар, оны жаза бермеңіздер, екі адамға жақсылап жасап берем. Жаңағы Дариға апайға, сосын мына жерде үлкен кісі екен ғой. Үлкен кісі деген нәрсе емес, байқап қалдым просто. Гүлшахар деген ханымды байқап қалдым. Сол екеуіне жасайын, Мысалға, басқа жерден барып қарасаңыздар да болады шығар, мен білмеймін. Но менікі ол бір-бірімен связано. Мысалы, мен разбор жасап беріп айттым ба, арғарай ол әрекет ететін болса, действительно сол бойынша арғарай жасайды. Бүгін мен разбор өтіп келдім таңда. Ол кісі нағыз бизнестің, сауданың адамы. Сауда жасау керек, бизнесті жасау керек. Жаңағыдай, негізі Дина ханым, сіз бар болсаңыз айтайын, лучше алтынды қайтадан заново бастау керек. Ол кісі алтынмен айналысып жүріп, кішкене товарын жоғалтып алғаннан кейін стресс алған, содан кейін алтыннан кетіп күміс бастап кеткен. Күміс ұнайды дейді. Дұрыс, ұнаса күмісті де қоса салу керек, бірақ основной доходты сізге алтын алып келеді. Алтынды да қоса беру керек, сату керек болып тұр. Соны айтам деп ұмытып кетіппін жаңа разборды өткізіп келіп отырмын. Таңда ерте тұрғаннан намазың бар, одан кейін ритуалдарым бар, ритуалдарымды толтырдым, жасадым, одан кейін таңертең паркке шығып, 10 000 қадам жүріп, разборымызды жасап келдік. Қазір разборларға орын бар, қыздар. Онлайн, офлайн разборға орын бар. Ол жерде мен толыққанды разбор жасаймын полностью. Барлығын түсіндіріп берем, откуда это все деген сияқты. Қазір өміріңде болып жатқан проблема, қарыз, кредит, жоқшылық, барлығын уже причинасы тұрады. Қанша адаммен жұмыс жасап жүрген кейін сразу көрініп қалады адамның қай жерде қателік жасап жатқаны. Мысалға, мен осы техникалардың бәрін білгеннен кейін, өзіменен жұмыс жасап жүргеннен кейін, бұрын мен білмегеннен кейін сондай үлкен қарыздарда болдым, үлкен сынақтарды сыналып жүре бердім. А когда сен білесің, білген кезде сенде ондай нәрсе болмайды. Жоқшылық, таршылықты сен сезінбейсің. Өзіңмен көп жұмыс жасасаң. Өзіңмен жұмыс жасау деген нәрсе аз ғана уақыт емес. Мысалға, кейбір коучингке қатысқан ханымдарда кейіннен болып жатады өзгеріс. Потому что олар коучингтің барысында жасайды, сосын түсініп өзгеріс келеді да, сонымен болды, бітті, вау, күшті өзгердім дейді да, тоқтатып қояды 1-2 ай мысалға. Сосын қайтадан өмірлері кері кете бастаған кезде хабарласады, мен айтамын, сен жасамай кеттің емес па? Я жасамадым, неге жасамайсың? Мен енді күшті жетістікке жеттім ғой. Ол күшті жетістікке жетіп жатырмын ғой деген нәрсе емес. Сен үздіксіз жасау керексің. Күнде жасау керексің өзіңмен жұмысты. Енді Дариға апай, мен сізге сұрақ қояйын. Немен айналысасыз? Миссиямды таппай жүрмін дедіңіз ғой. 51 жастасыз, мұғалімсіз ба, кімсіз? Немен айналысасыз? Қарыз кредитіңіз бар ма? Ақшам көбейсін, алтынды қайта бастаймын емес. Аллахым, мен алтынды бастағым келеді. Алтынды да қосып сатқым келеді. Сол үшін де маған көркем түрде сол алтынды бастап кетуіме мүмкіндіктер жасап берші деп сұрайсыз, сосын бастай алады алтын. Мүмкіндіктер келеді, ақша келе бастайды деген сияқты. Әйтеуір табыла кетеді, аяқ астына бәрі құрастырылып кетеді. Ақша тапқан келген кезде, ақша тапқанда, болған кезде емес, бірінші болғызасын, сұрайсын, санаңда болғызасын, сосын ғана барып ол өміріне келе бастайды. Кредит бар, сауда жасағам дейді. Неге? Қандай не саттыңыз? Негізі, қазір сізге мен саудамен айналсаңыз да жақсы табыс табасыз, жұмыссызбын дейді. Дариға апай, сізге домбыра тартқан, ән айтқан, не нәрсе ұнайды? Творчествомен. Обязательно творчествомен айналысу керексіз. Сіз творчество сіздің кәдімгі болмысыңыз. Сіз уже жаңағыдай комфорт өмірде сүргіңіз келеді, демалғыңыз келеді, махаббат
шомылып сондай немен айналысқыңыз келеді солай жүргіңіз келеді да, рахатыңызға өмір сүріп жүргіңіз келеді. Уже пора уже сондай уақытқа 33 жастан бастап уже солай өмір сүру керек еді. 33 жасқа дейін саудамен жасап өзіңіздің жағдайыңызды бес қылып алу керек еді, иә, капиталды жинап деген сияқты. Қазір сізде мысалға творчествомен айналысу керек, всегда кайфовать етіп жүргіңіз келеді, наслаждаться етіп жүргіңіз келеді. Дәл қазір сізге упорно трудоваться ету керек және біліміңізбен бөлісіп бастау керек. Аяқ киім саттыңыз, мүмкін тағы басқа да білімдеріңіз бар шығар. Өзіңіздің біліміңізбен бөлісіп бастау керек. Дәл қазіргі сәттен бастап осы эфир біткенде шығып, қандай біліммен бөлісуге болады, не істеуге болады деп өзіңіз ізденіп, сол біліміңізбен бөлісіп бастау керексіз. Қандай білімдер бар менің санамда деп жазып шығып, соныменен Инстаграм болса Инстаграмда, TikTok болса TikTokта, қай жерде бөлісіп бастауға болады, WhatsApp статустарда, чаттарда қалай бөлісесіз, бөлісіп бастау керек біліміңізбен. Енді 51 жаста көргеніңіз, тәжірибеңіз көп болуы мүмкін. Саудада қанша жыл жасадыңыз? Саудада қанша жылдық стаж болса, аяқ киім мысалға, бірақ енді сіз кредиттесіз. Не үшін қарыз кредитке баттыңыз? Оның барлығы әсер етеді. Енді 51 жасқа келіп обидно ғой сен қарыз кредитте отырғаның. Сол социальный сет жүргізбегем дейді. Жүргіз бастаңыз енді, әлі де кеш емес. Біздің нарыққа енді келіп жатыр ғой. Біз бастап кеттік қой енді давно. Әлі де Инстаграмды түсінбейтіндер бар. Инстаграмға сонда сөйлесең болды ақша төлейма дейтіндер де бар. Көп қой енді, әркім әртүрлі ойлайды. Сізге 51 жаста, конечно, өте обидно қарызда қалған. Қанша миллион қарыз бар сізде? Саудамен шаршап қалдыңыз ба, айналыспай қойдыңыз ба? Неге айналыспай қойдыңыз? 51-де жап-жассыз ғой. Ол кісі үлкен кісі ғой, жай жазып отыр. Сіз осы әлемге жаңағыдай көп курс алған, бірақ нәтиже жоқ дейді. Нәтиже жоқ деген нәрсе жоқ, просто жасамағам деп айту керек. Жасамағамын, жасамадым. Қандай курстар алдыңыз? Нәтиже жоқ деп айта салу өте оңай негізінде. Қазір мысалға денсаулық болмай шықтыңыз жұмыстан. Алған курстарыңызды жасадыңыз ба, бірге бір до конца бірге бір жасап тұрып нәтиже болмаса, онда түсінуге болады. Значит, некачественный курс деген сияқты. Сәлем, қалайсыздар? Аман-есен жатып тұрдыңыздар ма дейді. Ұжана не сияқты, я күнде эфирге кіргеннен кейін шынайы бәрі бір-бірімен танысып кеткен секілді күнделікті эфирде көріп отырғандар. Кеше мен ерінбей 3 сағат сөйлеппін ғой. Сосын кеп кәдімгідей демалдым, тоқтамай сөйлеппін. Одан кейін келіп бір емес 2 разбор өткізіп тастадым, сосын барып ұйықтадым. Демалып алдым, бірақ сонда да кешке ерте жатып қалдым. Мудраясыз ғой. Өзімнен дейді, көрдіңіздер ма? Ешқандай нәтиже жоқ, курстар алған көп, бірақ нәтиже жоқ, потому что өзі жасамаған. Толық жасамадым дейді, көрдіңіздер ма? Ал ол адам, курс шығаратын адам, мысалға мен коучинг жасасам, ол нәтиже болмайды деген нәрсені істемеймін ғой. Нәтиже болғаннан кейін шығады. Нәтиже болғаннан кейін ғана ол 7-ші потокқа дейін жалғасып жатыр. Нәтиже болмайтын курс ол 1-ші потоктан ақ болмайды. 2-ші поток ары қарай 3-4-тен өсе алмайды нәтиже болмайтын өнімдер. Ал менікі мысалға уже 7-ші поток қазір набор жүріп жатыр. Всего лишь 8 ғана орын қалды қыздар. 8 орын. Осында қатысқысы келетіндер бар ғой араларыңызда. Маған дайректке жазыңыздар, разборға келіңіздер. Алла бұйыртса 25 күні басталады. 25 сентябрьде басталады. Сіздің разборға қашан жазылсам болады, уақытын айтсаңыз дейді. Менде 21-нен бастап уақыт бар қыздар. Онлайнға уақыт бар. 21-нен бастап спокойно жазыла бере аласыздар. Ертеңге мен қарауым керек графикті. Маған дайректке жазсаңыздар, мен сол жерде сіздерге жауап беретін боламын. Дайректке жазсаңыздар, уақытын келістіре береміз спокойно. Бағасы 10 000 теңге қыздар разбордың. Ондай қатты қымбат емес. Жақсылап разборды өткізетін боламын. Кәдімгідей сіздің ситуацияңызға вникать етіп, сол онлайн дейді. Онлайнға жазыла бере аласыздар спокойно. Жаңағыдай ғой, мынандай нәрсе ғой, мен түсінер едім да, если вообще коучингке келген қыз-келіншектерге қараймын ғой, ешкім жетіскеннен келмейді ол жерге. Действительно бір нәрсені өзгерткісі келгеннен кейін келеді. Мысалы, мен де өзім кезінде сондай коучинг системаны оқыған кезде жетіскеннен барған жоқпын ғой. 20 миллион қарыз болды басымызда, жаңағыдай стресс, депрессия, ешқандай жұмысың жүрмейді, ақша таппайсың, бейшіңнен қарыздасың. Сондай кезде мен бардым да, мысалға, жетіскеннен барған жоқпын. Отбасымның быт-шыты шығып жатыр, ұрсып жатырмыз деген сияқты. Сол кезде барып
өзгертіп жасап шықтым, иә. Сондықтан көп адам ойлайды да, өмір бойы сондай ақша аз болып өтеді деп. Мысалы 60 мың, 70 мың, 100 мың зарплатада 200 мың теңге табыс табатындар бар. И таңның атысы, кештің батысы бір сарымды өмірді қайталап жүре береді. На самом деле ол адамдарда өзінің кішкене санасыменен, түп санасыменен, подсознаниясымен, тұлғалық тұрғыда өзін дамыта отырып жұмыс жасайтын болса, ол адамда өзінің өміріне қалаған ақшаны тарта алады. Просто уақыт керек. Ол адамның түсінігіне қарай уақыт керек. Біреуге 2 ай, біреуге 3 ай, біреуге 6 ай деген секілді, біреуге 9 ай, біреуге 1 жыл уақыт керек. Бірақ адам өзіменен үздіксіз жұмыс жасау керек. Осы үздіксіз жұмыс жасаймын, таңда тұрғанда не істеймін дегенге айттым ғой, тұрыңыздар, 10 мың қадам жүріп келіңіздер. 5-те тұрғанда 10 мың қадам жүріп келіңіздер, сосын келгеннен кейін шүкіршілік жазыңыздар, сосын жоспарларыңызды жазыңыздар, арман мақсаттарыңызды жазып қойыңыздар, сосын мен берген медитацияны жасаңыздар, сосын жаңағыдай жақсы ойлау деген секілді техникалар бердім, соны жасаңыздар, сосын уже ары қарай ертең қарызға байланысты хат жазамыз, ертең емес арғы күні 18-і дедім ғой, 18 күні таңғы сағат 9:00-де осы эфирде мен техника беремін, қарызға хат жазу деген. Сол техниканы да қолданыңыздар. Ол енді хат жазу деген нәрсені дұрыс түсінбей қалмаңыздар, оның да өзі аты солай да, қарызға хат деп. Бірақ техникасы басқа, техниканы түсіндіріп беремін. Оны осы эфирде міндетті түрде қолданатын боламыз, жарай ма? Енді Дариға апайға айтатыным, осы өмірге ұстаз ғой, ұстаз болып та жұмыс жасай алады да ол кісі. Осы өмірге келгенде бәріне үйреткісі келеді, бәрін үйретіп, сол нәрсені үйрету үшін келген адам. Осы айтып отырмын жаңа, біліміңізбен бөлісіп бастау керексіз деп. Осы жерде өзі бір нәрсеге сене ма? Мысалға, сетевойға сенетін болса, сетевойда нәтиже бар, и содан нәтиже көретін болса, барлық адамды соған уговаривать етеді, сендіреді. То есть сетевойда жасауға уговаривать етеді. Сол сияқты ғой, ол кісінің позициясы работать деген позиция. Негізі давление ол деген сигнал. Жаңа айтып отырмын, менің бойымда сол денсаулықтан қалып отырмын, давление деп. Давление ол ішкі органдағы бір организмнің дұрыс емес жұмыс жасап жатқанының сигналы давление. Давление деп айтады көбісі, менде давление бар деп, я. Бірақ давленияның причинасы бар ар жағында. Откуда? Біреу мысалы асқазан шек жолы ауыр мүмкін, біреу бел ауыр мүмкін, біреу женский жағы ауыр мүмкін, бас ауыр мүмкін деген секілді, бауыр, бүйрек, ұйқы без, тағы не өте көп, я бізде. Соның барлығының бір причина бар организмде, бір жер не то болып тұр, содан давление болады. В основном негізінде давление деген дүние асқазан шек жолдары, жаңағы бауырдың, ұйқы безінің дұрыс жұмыс жасамай жатқанынан, өттің дұрыс жұмыс жасамай жатқанынан пайда болады давление деген нәрсе. Ал ол асқазан шек жолдары, өт, ол жердің барлығының психосоматикасы өз-өзіңмен жұмыс, өзіңді қабылдау, ешкімге ренжімеу, сол нәрсе ғой, былай қарап тұрсаңыздар. Оны емдеп ала аласыздар. Денсаулық деген адамның тәні самоисцеление жүреді. Денсаулығында самоисцеление жүре алады. Адамның жан дүниесінде де дәл солай. Бір ситуациялар болса, уақыт өткеннен кейін ол ұмытылып жатады. Қандай қиын жағдай болса да, уақыт өткеннен кейін әйтеуір көнігесің, ұмыта бастайсың. Мысалға, бір жерге қолыңды жырып алдың, қазір қанатып алсаң да, бір нәрсеге ұрып алсаң, пышақпен кесіп алсаң да, ол кесіліп болып салбырап қалып қоймайды ғой. Кесілген күйі сол жырылып, қан ағып жүрмейді. Ол уақыт өтеді, ол жердің қан айналымына байланысты не болады? Түзеледі, түзеліп бастайды. Жазыла бастайды жаңағы жырылып алған жерің. Ал дәл сол секілді сенің жан дүниеңде, мына тәніңдегі, денсаулығыңда болған ситуацияларға да самоисцеление керек. Яғни ең әуелі подсознательным уровне сен өзіңнің санаңменен жұмыс жасау керексің. И содан ары қарай сен полностью сол арқылы денсаулығың реттеле бастайды. Сол секілді түп санада да біздің ақша жоқ деген дүниеге де медитация, проработкалар керек. Алдыңғы эфирлерде медитация жасаттым ғой, сонда қаншама адам өзінің нәтижесімен бөлісті. Сол өтті, бір жасады ма бітті, бір рет самоисцеление кетті, бір рет жақсы уже жұмыс жасалды мида. Нейрондарда самоисцеление кетті. Өз-өзін емдеу процесі деген нәрсе ғой, реттеп алу. Мысалға, ақшаның көп болуына өз-өзін емдеп жатыр деген сияқты ғой, былайша айтқан денсаулығын емдейді деген кезде. Номер жазып қойыңызшы, ақша өткеретін дейді қыздар. Қазір рабочий номерді қояйын. Бізде, мен осылай эфирде де өткізіп жүрмін қыздар. Ал разборда уже ол басқа.
разборда уже тереңірек жеке үйретемін деген сияқты, жеке айтамын деген секілді, жеке проблемаларға вникать етеміз. Қазір мысалға көпшілігі осы эфирде айтуға ұялатын ақпараттар да бар. Енді қазіргі жаңа Дариға апай көріп отырған болса, ол кісіге міндетті түрде творческий процесспен айналысу керек болады. Өзін қазір мысалға интуитивно, ол бейсаналы түрде ол айналасынан махаббат іздеуі мүмкін. Күйеуінен, бала-шағасынан, немерелерінен махаббат іздеуі мүмкін да. Бала-шағасына агрессия көрсету мүмкін, немесе чувство вины болу мүмкін, өзін как жертва сияқты ойбай, денсаулығым, ойбай деп айту мүмкін, потому что ол білмейді, саналы түрде істей алмайды, бейсаналы түрде солай махаббат іздейді адамдардан. Ол адамның просто болмысы солай да. Сондықтан да бұл жерде өзіменен как только жұмыс жасап бастайды. 51 жас деген әдемі жас қой. Мысалы менде бар Гүлмира деген Польшадан, Гүлмира деген ханым менен білім алды. Аршынгүл 06 ханым, маған дайректке жаза аласыз ба? Мен сіздің аккаунтыңыздың атын таппаймын ғой, номер. Разборымыз бар еді ғой біздің офлайн. Маған кім звондап жатқан? Енді қазір жаңағы кісін толығырақ айтып кетейін. Ол кісі қазір бойында упорный трудоваться ету керек, осы денсаулығын реттеп алуға, творчествомен айналысуға, не нәрсе қалай істеймін, миссиям деп жатыр ғой. Миссиясы творческий процесс. Мүмкін домбыра тарту ұнайтын шығар, мүмкін сурет салу ұнайтын шығар. Творчество, что такое творчество деп іздеп көріп, интернеттен творчествоға не жатады деп іздеп, сол жерде өзіңіздің творческий бір навыгыңызды бойыңызда дамыту керек боласыз. Сосын сол білімдеріңізбен уже уақыт келіп жетті, бөлісіп бастау керек. Біліміңізден бөліспесеңіз, ішіңізде толса береді. 24/7 сіз жаңағыдай 24/7 сіз үздіксіз жұмыс жасай бересіз. Ой, миыңыз жұмыс жасай береді, бүйтіп істеуім керек, сөйтіп істеуім керек, кезінде былай жасауым керек деген секілді. Сөйтіп жүре берсеңіз, давлениедан ранный инсультқа дейін алып барады. Сондықтан адамдарға сомнение болады, недовериямен сөйтіп жүре бересіз минуста. Контроль жасайсыз, барлығын білгіңіз келіп тұрады, бала-шаға немере бәрін контрольда ұстағыңыз келеді, байдан бастап, ешкімді контрольда ұстай алмаймыз. Ал плюсте болсаңыз, плюс халде болсаңыз, давно уже ақша тауып, қарсыз өмір сүріп жататын едіңіз, значит, сіз минуста жүрсіз қазір. Өзіңізді дамыту керексіз. Сіз ақшаңның болғанынан кайфовать етесіз, бірақ ақшаны дұрыс есептеп жұмсай алмайсыз. Сондай бар. Осы әлемге минуста болсаңыз, тек қана барлығын осы әлемде еңбек ету арқылы табасыз, еңбек ету керексіз. Адамдарға сенімсіздік өте төмен, сенбейсіз, сол үшін де өзім жасайым деген нәрсеге көп кетесіз. Содан да сіз шаршап қаласыз, содан да кейде жаңағыдай қиналып қаласыз денсаулықтан. Сіз ақшаны есептегеннен кайфовать етесіз, сондықтан по-любому сізге ақша табу керек. Жасыңыз всего лишь 50-де, 80 жасқа дейін әлі қайда, 80 жас, 90 жас, қанша жыл Алладан сұраватсыз. Алла нәсіп етсін сондай ұзақ өмірді бәрімізге. Дұрыс айтасыз, өзім жүрем дейді. Мен танымаймын ол кісіні, просто айтып жатырмын. Енді жаңағы Күлшехра деді ма, бір кісі бар еді ғой, 67 жылғы. Сол кісіні қарайыншы. Сауда болама бастасам дейді. Саудаға дейін сіз өзіңізбенен жұмыс жасау керексіз. Сауда плюс сізге творчествомен айналысып жүру керек. Сосын сіз сауда бастаған күннің өзінде де сіз нумерология емес қыздар, тарология, чакралогия, басқалогия, ондай нәрсе емес қыздар. Бұл просто психологический анализ. Мен білмеймін, нумерологияны оқымағанмын, сұрамаңыздар. И сауданы жасаған кезде сіз есептен жоқсыз ғой, ақша табасыз табарына. Кішкене көтерсеңіз ақша табатын адам қатарына жатасыз да. Ақша табасыз табарына, бірақ ақшамен перерасчет жоқ сізде. Ақшамен есептеспейсіз. Ақшаны цифраларды бөлмейсіз. Мысалға жинайтын ақша, қарызды жабатын ақша, басқасына, ешқайсына былай бөлмейсіз. Бөліп тастау керексіз. Сіз ақшаны дұрыс есептеуді үйрену керексіз. Ақшаны не үшін жинау керектігін үйрену керексіз. Сіз осы уақытқа 51 жасқа дейін соншама еңбек етіп, шаршап жасағандағы жеткен жетістігің сенің қарыз кредит болса, это же обидно. Сол үшін де мысалға сізге қазір ақша не үшін жинау керек, соны үйреніп алу керексіз. Солай қазір 51-десіз ба, пусть 55 жасыңызға дейін спокойно
капиталыңызда 500 миллионды жинап тастайтындай жағдайды жасап ала аласыз. Парақшамнан алыстамай жүре беріңіз. Ертеңдері көресіздер, мен сол жолдамын. Алдағы 3 жылдықта доллар миллионерша болу деген планмен келе жатырмын. Және әрбір қыз келіншектер со временем ол нәрсенің бәрін менің бойымда көре береді. Менің парақшамда ары қарай бірге дамып отырған қыздар. Мен айтамын, айтып жүрген нәрсемді өзім жасаймын. Жасап атқаннан кейін де үздіксіз айта беремін. Жасап көрмеген, тәжірибемде өткізіп көрмеген нәрсені ешқандай да айтпаймын. Жаңа Күлчехра дедім, 67 ол кісі бар ма екен? 12.03.1967 жылы. 67 жылғы үлкен кісісіз ғой, 67. Мен дейді. Немен айналысасыз? 57-де екенсіз. Сіз Дариға ханымнан да үлкен екенсіз. Немен айналысасыз? Осы уақытқа немен айналыстыңыз? Қарыз кредитіңіз бар ма? 57 жастасыз, мен 57 жастасыз, үлкенсіз. Нормально, 57 жас, спокойно, 57 жаста примерно уже парақшаңызды жүргізетін сияқтысыз ғой, күшті ғой. Қандай керемет, инстаграмды жүргізіп, үйреніп, соның тілін тапқан адамсыз. Оның өзі уже үлкен жетістік. Мен сразу соны байқап отырмын. Сіздегі ол 57 жасқа келгендегі өте үлкен жетістік. Әдемі фотосессия жасап, фотоңызды қойып қойғансыз. Мен сразу адамнан көрсем 2 миллион қарыз дейді. Не үшін батқансыз 2 миллион қарызға? Немен айналысасыз? Осы уақытқа дейін қандай саламен немен айналысып келгенсіз? Просто обидно ғой, мысалы 57 жастасын, қарыз кредитте. Сол үшін де есебін біліңдер, финансовый баланс болу керек, финансовый образование болу керек, по-любому кәдімгідей жасау керексіздер. Тоқтап тұр парақшам дейді. Немен айналысасыз, мен білмейді екем сізді. Қасқарып жібере салайық. Шахар ма? Психолог екенсіз ғой, күшті ғой. Күйеуім екеуміз бірге 55 жастыңызда үй алдыңыздар ма? Просто дата рождения үшін керек дейді. Мен психоанализ миссиясын ғана айтып отырмын, болды қыздар. 55 үй сатқансыз ба? 55 үй салдық деп атсыз. 55 үйді алып сатқансыздар ма, получается? А сейчас психолог и провожу консультации про личностное развитие дейді. Саламатсыз ба, менің жасым 30-да дейді. ПП тамақ жасап, инстаграм өзім жүргізіп бастадым. Күніне қазір дейді 10 адам қосылып жатыр, енді не істеймін дейді. Сатасыз, сұраса сатасыз. Салып саттық дейді. Күшті ғой, өздеріңіздің үйлеріңіз бар, жағдайларыңыз жасап алғансыз, Күлшахар ханым. Сіз психология, миссияңыз психология. Соған жақсылап вникать етіп кірісу керексіз, жаным. Ол шектеулер өзімізге қойған. Мысалға, қараңыз, сертификат алғансыз, уже бар сізде, білім бар, психолог, миссия психология сізде, по-любому, күшті, керемет, өзіңіздің салаңызбен айналысу керек. Осы болмысыңызды ары қарай дамыту керексіз, айналысу керексіз, психологияны тереңірек ары қарай жүргізу керексіз, адамдармен тет-а-тет жұмыс жасау керексіз. Психолог болып жұмыс істегім келіп, қорқып істемей қалдым дейді. Жоқ, сіздің миссияңыз психология. Сіз 33 жастан бастап осы психологиямен айналысып бастау керек едіңіз. Кәдімгідей адамдарменен просто сізде депрессия болады. Егер минуста жүрсеңіз, депрессия, непонимание, жаңағыдай хаос, сондай нәрсеменен жүре бересіз, ойланасыз, думкада жүре бересіз. Енді кезінде сондай үй алып, үй салып, сатып, сөйтіп үлкен крупный суммалармен жұмыс жасағаннан кейін, мынау психологияға келіп кішкентай суммалармен жұмыс жасайсыз ғой, енді консультация басқасы деген сияқты. Мүмкін сол нәрселерді қабылдай алмай шығарсыз. Но определенно өзіңіздің правилаларыңыз болу керек. Күйеуіме зависимый болғам дейді. Ол тектен тек емес. Бізде каждыйымызда бір белгілі бір сынақтар болады. Именно адам өзінің жаңағы миссиясыменен әрекетке көшуісін по-любому бір сынақтардан өтіп жатады. Сондықтан да бұл жерде сіз миссияңыз
творческая психологиямен жұмыс жасау керексіз, адамдармен тығыз байланыста жұмыс жасау керексіз. Мүмкін арт-терапия, мүмкін нейрографиканы да қасына қосып алсаңыз да болады. Өте жақсы мүмкіндіктерге ие боласыз ол кезде. По-любому творчествоны да қосып айналысу керек. Сурет салу ұнаса сурет салу, ән айту ұнаса ән айту, би билеу ұнаса би билеу деген секілді бәрін жасау керексіз. Адамдарды түсінуге бағытталғанда сіздің санаңыз адамдарды түсініп, оларды қолдап, оларға проработка жасауға бағытталған. Сондықтан өзіңіздің нағыз психологияға келгенсіз миссияңызға. Просто ары қарай дамыту керексіз. Сенімсіздік бар, қорқыныш бар, потому что енді білмейтін сала ғой сізге, новый ғой бұл жер. Қазір неден шығып алып отырып қалдым дейді. Бастап кетіңіз, болды, парақшаңызды ашқансыз, жүргізгенсіз, ары қарай пост салыңыз, бәрін ары қарай айтып бастап кетсеңізші, жасаңыз, жүргізіңіз. Біліміңізді бөлісіп бастау керексіз. Жай ғана сіз адамдармен тығыз жұмыс жасау үшін жаңағы қанша жыл 55 үй салып саттыңыз. Соның тәжірибесімен де бөлісуге болады ғой. Консультация өткізіп деген секілді. Сол нәрсемен де жасауға болады. Ол да білім, мысалға. Мен білмеймін, бұл үйді қалай алып, қалай жұмыс жасап, ремонттатып, ары қарай сатудың өзі қандай үлкен жұмыс. Капитальный ремонт жасау, это же каждый ремонттың сен тиімді бағада сатып алу материалдардың бәрін, оның бәрі работа, полностью, жұмыс, білім, зерттеу керексің, өзіңнің үйіңнің ремонтының әдем болу үшін зерттеу керексің деген секілді. Сондықтан бұл білім ғой негізінде жап-жақсы ақшаға ұсына алатындай білім, тәжірибе. Потому что 55 үй ол саған 1 үй емес, 2 үй емес, 5 үй емес, 55 үйді салып, ремонттап, оны сату, ол полноценная работа. Это ол годами сізде жиналған тәжірибе. Сол нәрсені де ақшаға айналдырсаңыз да болады. Сол жерде де жақсы, еще сіз мықты кәдімгідей не бола аласыз, наставник бола аласыз. Адамдарға жақсы наставник болып, идея айтып, креативный идеяларыңызбен жаңағыда инструкция бере аласыз адамдарға. Осылай жасайсың, былай істейсің деген сияқты. Қазір Incruise деген компанияда жұмыс істемекшімін дейді. Ол жерде просто адамдармен жұмыс жасайтын болғаннан кейін сізге күшті да, саяхат деген нәрсе қызықты. Ол нәрсе де жақсы ғой. Если ұнаса, ол нәрсемен де айналысқан дұрыс. Ол жерде адамдарды тарту керек болады, түсіну керек болады. Сол психологияңызды через психологияда жүріңіз, инкруизде жасаңыз, жарайды, инкруизде жасаңыз, өте жақсы компания ғой, саяхаттап круизбен. Сол инкруизге адамдарды жинау үшін сол психологиялық навыктарыңызды қолдансаңыз болады. Командаға мотивация беру, проработка жасау деген секілді. Менің командамдағы қыз-келіншектерге мен проработка жасаймын деген секілді. Сіз уже психологияны менің айтып отқаным бәрін сіз түсінесіз деп ойлаймын. Менің қазір санамен жұмыс, түп санамен жұмыс, подсознаниемен, проработка, техника, разбор деген нәрсенің барлығын сіз түсінесіз. Мен қазір эфирлерде не айтып жүргенімді, ол осы нәрсе ғой, барлығы түп санада екен. Адам өзімен жұмыс жасаса реально нәтиже болатын сіз уже түсінесіз. Потому что уже психологиямен жұмыс жасаған оқыған адамның барлығы түсінеді, оның барлығы тек қана подсознанияда екен, иә. Сол үшін сіз круизбен айналсаңыз, осы психологияны қосу керексіз. Түсінемін дейді, түсінеді. Потому что өзіменен санасымен жұмыс жасайды адам, болды. Тұлғалық тұрғыда дамитын адам, ол таңнан кешке дейін итаки ол жұмысты бәрі істейді. Таңда тұрасың, шай тамағыңды ішесің, үйдегілерге шай тамақ бересің, бала шағаң садикке апарасың, мектепке апарасың, басқа қыласың, үйге келесің, обед бересің, қонақ келсе қамыр жаясың, дастархан жаясың, басқа қыласың, пісіресің. Ол тірлікті бәріміз жасай аламыз. Ол автопилоте жасалатын, әйелдердің автоматын жасалатын тірліктері. Қонақ келе жатыр ма, ойбай деп, тамақта да печенье бір нәрселер дайын болып пісіре алмай қалсаң да, жаңағыдай жүгіріп барып магазиннен әйтеуір дастарханыңды бүйтіп жайып жеп келістіріп жібере саласың. Потому что бұл материнский инстинкт, біздің әйел болып жаратылған кезде сондай бір қабілет қасиеттермен жаратылғанбыз. Ал өзіңмен жұмысты ешкім жасай бермейді. Кім қазір таңда ерте тұрады, жазыңыздаршы, кім таңда ерте тұрып жүр? Таңда ерте тұрып кім 10 000 қадам жасап жатыр? Жоқ, жазыңыздаршы. Мен жүрмін. Мен жоқ, жасап жатқан жоқпын. Кім тұрып жүр? Жазыңыздаршы. Кім шүкіршілік жазады күнде таңда? Жоқ, жазыңыздаршы, шүкіршілік жазам или жазбайым. Кім жоспарларын жазады күнделікті? Жоқ. Кім өзінің армандарын жазған? Жоқ. Мен тұрып жүрмін дейді. Машалла, қандай күшті. Жоқ, жасап жатқан жоқпын дейді. Таңда ерте тұрамын. Мен таңда ерте тұрамын, 10 000 қадам жүремін деген секілді.
10 күн жүріп шүкіршілік жазам дейді. Машалла, Гүлмира ханым вообще классно. Жоқ дейді, жоқ. Армания дейді, жүруші. Даже бала шағаларыңыз болса да, бала шағаларыңызды бірге алып жүріп қайтсаңызда да болады. Жұмыста кешке дейін жүремін. Ол нәрсе есептелмейді. Жұмыста итаки бәріміз жасаймыз ғой. Я жазамын, тұрамын дейді. Шүкіршілік жазып жүрмін дейді. Жүрмейді бірақ, я. Армандарым орындалуда, шүкір дейді, машалла. Күшті. Жоқ дейді. Мен жүрмін дейді. Күшті. Ой, жүрген адамдар үздіксіз жасау керексіздер. Жоқ деген адамдар ештеңені күтпеңіздер ешкімнен. Ешқашан өмір өзгермейді. Ешқашан өзгермейсіздер, өзгерте алмайсыздар. Жүрмеген адам, шүкіршілігін жазбаған адам, өзіне таңғы уақытын арнай алмаған адам, 10 мың қадам жүрмеген адам жүрмейді. Менің белімде грыжам приступ беріп жүре алмай жатырмын дейді. Я грыжаның психосоматикасы адам өзінің миссиясымен айналыспайды. Как только психологияға келесіз, ол нәрсе кете бастайды. Адамдар жолығып қалады, солай грыжаны емдеп аласыз. Солай грыжа болса да басқа ритуалдарды қосуға болады. Бірақ мына омыртқадағы аурудың барлығы адам уже әлі нық еместен нық тұрған жоқ. Вот это моя миссия. Вот это я хочу делать деген нәрсе жоқ та, бүйтіп еңсесін тік көтеріп, осылай жасаймын деген нәрсе жоқ. Шүкіршілікті күнде етеміз. Жазасыз ба деймін. Мен жазып жасап жүрмін бәрін дейді. Өте күшті, өте керемет. Біраз адам жоқ деді, я. Жоқ деп айтқан адамдарға айтып жатырмын ғой. Ал жасап жүрген адамдар үздіксіз жасау керексіздер. Сосын армандарыңызға қараңыздар. Сосын тағы бір техниканы бүгін бөлісіп кетейінші сіздерге. Мынандай нәрсе ғой, таңда жаңа 10 мың қадам жүрем деген ханымдарға айтып жатырмын да. 10 мың қадам жүретін кезде, мысалға бүгін қандай дүние бар, не нәрсені шешкің келіп тұр, бір запросың бар, бір нәрсені реттеген келіп тұр, жұмысың, например, осы жұмысты жасасам ба, жасамасам ба деген сияқты ой тұр. Таңда шықтың, шығар алдын, сен отыр да жаз дәптеріңе. Осы жұмысымды жасасам бекен, бұл менікі мекен, менікі емес бекен деген сұрақты өзіңе қоясың да, мына дәптеріңді қой да кет болды. Жүріп кел, 10 мың қадамыңды жүріп кел, соны ойла, запросты ойлап жүр. Сол менікі машинмен, оны жазсам қалай болады, ары қарай не болады, былай не болады деген секілді бәрін ойланып жүр соны. Ойланып, 10 мың қадамыңды жүріп үйге келген кезде, жаңа ойыңда не бар, соны жаз дәптерге. Не жазылдың қара. Сосын ғана барып, уже қарайсың уже. Бір күн шешілмеді ма, бүгін жауап жоқ па, ертең жаса. Ертең де солай істе. Қашан сен жауабыңды ала бастайсың, соған дейін жазып таста. Жазып запросыңды қойып жүру керексің. Мен бәрін жасап жүрмін, нәтиже бар дейді. Машалла, қандай күшті, керемет, жарайсыздар ханымдар. Өте қатты қуанамын осындай жасап атқан адамдар үшін. Андай ойлап қалмаңыздаршы, бәрі сөйтіп істесе, барлығы ерте тұрса, бәрі жаңағыдай шүкіршілік жаса, бәрі сол нәрсемен айналысса, ақшаны кім табады? Ақша не болады сонда деген сияқты ойламаңыздар. Бұл әлемде бақыт, байлық шектеулі деген нәрсені ойламаңыздар мүлдем. Шексіз. Потому что Алла тағала шексіз. Алла үшін не ол 4 дөңгелек машина, түк емес, бере салады. Не ол 4 қабырға үй, бере салады. Не болыпты сенің жай ғана қинап жүрген проблемаларың, қарызың түк те емес, шығып кетесің. Мен 20 миллионнан шықтым қыздар, Алланың қалауыменен, жұмыс жасап өзіменен. Шыға аласыздар, 2 миллион, 4 миллион, 5 миллион, 3 миллион деген қарыздың бәрі. Просто қарыз деген нәрсе өте үлкен тақырып. Онымен глубоко жұмыс жасау керек, глубоко проработкаларын жасау керек. Шығасың по-любому қарыздан. Өмір бойы сен қарыз болып жүрмейсің ғой. Просто сен ойбай мен қарызда екенмін, не істеймін деп еңсеңді түсіріп, былай деп бүйтіп отырып, бүгірейіп, бүйтіп отырып, ол нәрсе болмайды да. Сен қалай шықсам болады, қалай істесем болады, қандай білімді алсам болады, не істесем болады. Әйтеуір бұның точно шығар жолы бар ғой. Келістіру керек та, барлық нәрсені келістіріп істесеңіздер шыға аласыздар. Қарыздан да шығасыздар, бақытты да боласыздар, байлықты да жинап аласыздар. Капитал жинау деген нәрсе ол толыққанды білім. Сенің каждый раз тапқан табысыңда какой-то частьті жинап отыру, қолдану, өзіңе жарату, оның барлығы білім қыздар. Өзімді қалай табамыз, қолымнан не келетін біле алмай жүрмін, қалай табуға болады дейді. Көп жұмыс жасау керек енді қыздар. Мен айтам ғой, осы разборда жалпылама түсіндіріп айтып беріп жатырмын. Жаңа өзімді қалай табам деген адам, өзімді қалай тапсам болады деген сұрақты өзіне қойып, жаңағы дәптеріне жазып, өзімді қалай тапсам болады. Аллахым маған керек адамдар жібер, алдына көрсетіп қой деген нәрсені айтатын болса, сөйтсін да 10 мың қадам жүріп келсінші барып. Шүкіршілік жазыңыз. Аллахым осы барына шүкір, бар нәрсеңізге не нәрсе бар? Квартирада тұрып жатсың ба? Квартирада тұрып жатқаныңа да, далада тұрып жатқан жоқсың ғой. Квартирада тұрып жатсың, баспана бар. Сондай Алла сені
сені далаға қалдырып қойған жоқ, үйде жылы көрпенің астында жатсын, шүкір етіп жатсын, тамағың, қарның тоқ, оның барлығына шүкір етіп жазатындай бар. Сондықтан өзімді таппай жүрмін деген адамның бәрі 10 000 қадамды жүріп бастау керек, потому что санасы қалың ұйқыда ондай адамдардың. Қалың ұйқыда таба алмайды олар, ешқашан өзін таба алмайды. Как только жүріп бастайды, қан айналым жүре бастайды, сол кезде қан айналым жақсарған кезде миға уже энергия бара бастайды. Ал ми идея генераторы, түрлі саған идеяларды шығарып береді. Керек адамдарды жанынан жолықтырып, тоғыстырып қояды. Себебі сен күнде жүрдің 10 000 қадам, аха деп идеялар келе бастайды. Немесе бір адам жолығып қалады. Адамдар бір-біріне себепші. Сіздер осы менен ақпарат естіп отырып, өмірлеріңізде қолдансаңыздар, бұл да сіздерге керек кезінде. Неге барлық адам естіп алмайды? Потому что бір адамға керек емес болып тұр. Естіген адамға ол керек болды, осы ақпарат. Сондықтан жасаңыздар осыны. Міндетті түрде азанда жүру керек па, басқа уақыттарда болады ма дейді. Просто таңғы уақытта, таңда ерте тұрып, 4-те, 5-те тұрып жүрген адам дұрыс қой, күні бойына сенде итаки жұмыс тола. Таңда уже бала-шағаң ұйқыңнан оянған сәттен бастап олардың кашасы бар, тамағы бар, үйіңді жинауың бар, басқасы бар, еш нәрсеге үлгермейсің, күн ұзаққа дейін үлгермейсің. Сол үшін ерте тұрған әйелдің бірі артық деген нәрсе сол. Таңда тұрып өзіңе арналған уақытың артық. Уақытты өзіңізге арнау керексіздер. Жаңағы Гүлчехра ханым, сізге упорный трудоваться ету керек болады. Еңбек ету керексіз от души. Еңбек ету керек. Осы қазіргі психология ма, немесе үйді сатып, үйдің сол бойынша біліміңізбен бөліскіңіз келсе, сол бойынша да блогыңызды жүргізіп, Instagram, TikTokты жүргізіп, активно упорный трудоваться ету керек, еңбек ету керек от души. Сосын кәдімгі логиканы қоса алу керек. Не үшін маған бұл нәрселерді айтты деп логикаға салу керек. Шынымен де менің миссиям психология. Менде грыжаның болу причинасы неде деп логикаға салып ойлану керексіз. Расымен де менде аяқ әлі нық тұрмадым ғой деп. Жаңа айтасыз ғой, күйеуіме зависимыймын деп. Күйеуіне зависимы, өзі әлі аяққа тұрмаған адам сол белден сынала береді ғой. Белде басқа да грыжа бар, басқасы бар. Неше түрлі сондай диагноздармен сынала береді. Сондықтан өзіңіз аяққа тұру керек болып тұрсыз. Жоқ, ақша тұрғыда ол отбасы, уже сіздер 57 жастасыз, күйеуіңіз уже 60-қа таяп қалған шығар. Просто зависимыймын деген кезде сіз саналы түрде зависимый емес, өзіңіздің осы миссияңыз бойынша жақсылап жұмыс жасау керек боласыз. Сосын айттым ғой, біліміңізбен бүгіннен дәл қазіргі сәттен бастап бөлісіп бастау керексіз. Біліміңізбен бөлісу керексіз. Уақыт келіп жетті, біліммен бөлісетін. Қазір осыны бітіре салысымен, эфирден шыға салысымен, қандай білімді қалай бөлісе аламын, насчет этого подумайте. Сосын соны бөлісіп бастау керек боласыз, міндетті түрде. Күресе алу керексіз, алға қарай жүріп, жасаймын, істеймін. Не бопты 57-те болсам, не бопты грыжа болса, жасаймын, неге болмасқа деген сияқты. 57 жасында да өзімен бірге 40-тан асқан қыз әйелдер бар, 40-тан асқан ханымдардың бір ортасын құрсаңыз болады, соларға үйретсеңіз де болады деген секілді. Немесе жастарға шынымен де жаңағыдай үй алып, сол үйді ремонттап сатуды, сондай бизнесті үйретіп берсеңіз де болады. Ол жерде де крупный ақша табуға болады. Сол өзіңіздің миссияңызбенен айналысып жатқан жоқтығыңыздан да сізде грыжа мазалайды, потом жаңағыдай қарызға кіре бересің. Өзің орнын тапқан кезде адам дұрыс емес іспен істеген кезде қарызға кіре береді болды. Круиз деген енді білмеймін. Круизді жасай берсеңіз болады, потому что ол жақта чисто мышление ғой. Сен как сетевойдың бәріне сен мышленияңмен жұмыс жасау керексің. Сен сену керексің оған, болады деу керексің, құру керексің, ішкі опора мықты болу керек деген секілді. Вот. Түсінікті ғой, Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Мен сұрақтарыңызға жауап берейінші. СММ керек жүргізетін, керек емес СММ, өзіңізде жүргізе аласыз. Телефон бар қолыңызда, шұқылауды үйреніп алсаңыз, Instagram жүргізуді үйреніп алсаңыз болды. Немесе коучингке келсеңіз де болады. Коучингте бізде как раз таки 25-і басталады, и біз бірінші күні осы именно ақшаны не үшін жинау керек деген нәрсені үйрететін боламын. Финансовый баланс, алдағы 3 жылдықта доллар миллионер болу деген нәрсені түсіндіремін. Содан кейін ертесіне біз уже блог жүргізу бойынша үйренеміз. Әркім өзі жеке қолындағы телефонды ұстап блогын жүргізуді үйренеді. Және активны күнделікті блогын жүргізуді, қандай рилс салу керек, оны қалай салу керек, қандай сторис салу керек, және оны қалай салу керектігі жайлы барлығы үйретіледі. Плюс санада трансформация болады. Коучингтің бағасы 500 000 қыздар. Рассрочка 24 айға Каспиймен қосылды. 24 айға алсаңыздар да болады. Но үстінен проценті қосылады қыздар, оның үстінен процентін қосып қойғамын. Келіңіздер қыздар. Қазір ровно 9 немесе 8 орын, мен санамадым, 9 орын немесе 8 орын қалды. Ол ертең 25-не дейін уже
толатынына мен 100% уверенмін. 20 ғана ханым болады. Кешегі эфирден кейін де қаншама ханым уже жазылып тіркеліп қойды. Енді мен осы поток коучингте барлығын сіздермен бірге өзім де жасағым келіп тұр. Жалпы мен өзімнің тәжірибемде қолданған жаңа техникаларды, инструменттерді қостым. Сол инструмент техникалардан өзім бір рет көріп, қанша рет көріп нәтижелерін алдым ғой. Және тағы да сол нәрседен өткім келіп тұр. Мен өзімнің табыстаумен коучингнен уже 10-шы рет өткен, өзім маманмын да, 10-шы рет өттім өзімнің продуктыммен. Өзімнің продуктымның табыстаумен коучингнің ең лучший, ең алдыңғы бірінші фанаты өзіммін. Өзім оның кейсімін, ең үлкен кейсі өзіммін коучингтің. И қазір соны заново қайтадан өткім келіп тұр. И өтсем күнделікті бөлісетін боламын. Бүгін мысалға бірінші тапсырма бойынша, ақшаны жинау бойынша білім алдым. Осы нәрсені қайталап алдым. Сол кезде тағы да осы нәрсені түсіндім деп бөлісетін боламын. Екінші күні блогымды жүргізуде осындай қателіктерді жіберіп жатқанымды түсіндім. Осы нәрселерді енді жасайтын боламын. Мынандай жоспарымды құрып алдым деп тоже самый бөлсем. Күнделікті не жасап жатырмын, қандай тапсырма берді, не орындалды, не орындалмады, тоже самый сторисінде енді өзімнің коучингімнің программасын активно бөлісіп отыратын боламын. Күнде қандай өзімде және қатысушылардың әрбірінде қандай өзгеріс нәтижелер болып жатыр, от души бөлісетін боламын. Қанша уақыт болады дейді? Ровно 1 ай болады, қыздар. 1 ай болады. Арқарай ақпараттардың бәрі сіздерде 3 айға дейін сақталады. Және менен де кері байланыс бола береді. Но 1 айда біз активны басынан аяғына дейін өткізетін боламыз. Қаншама қыздардан кешегі эфирді көрсеңіздер, қыз-келіншектерді сол коучингте болған ханымдарды мен шақырдым эфирге. Өздерінің шынайы отзывтарымен бөлісті. Мен сұрақ қойған жоқпын, от души өздері давай бөлісе берші, шынайы өзіңнің ойыңды айтшы деген кезде от души өздері ойларын айтып берді. Так. Гүлнұр ханым, сізде қарыз бар ма? Наращивание ресницамен айналысам деп жатыр ғой. Қарыз кредитіңіз бар ма? Кейстерден результаттар айтасыз ба дейді. Результат өте көп, қыздар. Парақшаға кірсеңіздер де көресіздер. Мен кеше 3 сағат осы нәрсені түсіндіргеннен кейін кішкене, если честно, не болдым. Передозировка дейді ғой. Кешегі эфирді басынан аяқ көріңіздер. Кім көрді кешегі эфирді басынан аяқ? Не түсіндіңіздер? Қандай ойға келдіңіздер? Соны жазыңыздар. Кешегі эфирді көрген ханымдар. От үйді мен парақшамда сақтап қойдым эфирді кешегі. Қараңыздар, 3 сағат өттім. 3 сағатта қаншама техника, білім, инструмент и коучингті де таныстырдым. И коучингтегі болып жатқан кейстер, результаттарды да бөлістім. Трудоголиксіз ғой, трудоголик. Жаңа Гүлнұр ханым трудоголик. Ойбай, Гүлнұр ханым, сізге полностью өзіңіздің болмысыңызбен жақсылап жұмыс жасау керек болады. Обязательно нейрографикамен айналысу керек, немесе арт-терапиямен міндетті түрде бір күндікте сызу керек болады. Сосын творчествомен айналысу керек, би, домбыра, не нәрсе ұнайды, атқа шабу, сурет салу, сол нәрсемен айналысу керек. Сосын упорный трудоваться ету керек, еңбек ету керексіз, от души жасау керексіз. Сосын таңда жүріп тұру керексіз, және сіз күніне 20 000 километр жүру керексіз. 20 километр жүру керексіз. 20 000 деп, 20 километр, ол считается 20 000, 25 000 шаг болу мүмкін. Таңда 10 000-нан аса шаг жүріп тастау керексіз, Гүлнұр ханым. Обязательно таңда ерте тұру керексіз, сіздің ризығыңыз, берекеңіздің бәрі таңғы уақытта. Сосын біліміңізбен бөлісіп бастау керексіз. Мысалға қазір наращивание ресницамен айналысасыз ба, бөлісе аласыз ба, біліміңізбен бөлісіңіз, давайте. Солай айналысу керексіз. Сосын кәдімгідей күресе алу керексіз. А в целом сіздегі трудоголиксіз, жұмыс жасасам ғана демалам дейтін адамсыз. Сіз бір системада негізі жұмыс жасай алмайсыз. 100% интуиция жақсы дамыған. Өз-өзіңізді адамдарға наставник болу арқылы да табыс таба аласыз. Адамдардың жаңағыдай санасын және тағдырын өзгерте алатындай Алла Тағала сізге қабілеттерді беріп қойған. Негізі сіздің әрекеттеріңіз адамдарға тез көрінеді. Білмеймін, енді наращивание ол точно сізге ұнайды ма, ұнамайды ма. В целом жасай бересіз ғой, трудоголиксіз. Сізге есеппен мықты болу керек. Ақшаны табасыз, бірақ дұрыс жарата алмайсыз ақшаны. Ақшаны тапқан кезде ары қарай дұрыс жаратуды да үйрену керексіз. Сонда ақшаны сізге үздіксіз жұмыс жасайсыз ғой. Мысалы, көп адамдарда әрекеті аз, сөйтеді, жылап отыра беруі мүмкін.
ал сізде әрекетіңіз көп болуы мүмкін, ақшада нормально табуыңыз мүмкін, бірақ ақшаны жинамауыңыз мүмкін. Жинап, оны көбейтіп, капиталға отырғызу, үй алу, машина алу, басқасы деген сияқты бірнеше жаңағыдай помещениялардан алып тастау, ондай нәрсені ойламауыңыз мүмкін. Сол үшін де инвестордың психологиясын меңгеру керек. Оның барлығын коучингте бөлісіп айтатын боламын. Негізі, кеше біз былай жүрдік, мен коучингтің нәтижесімен деп жатыр ғой, кейстермен бөлісіп кетейінші. Жаңағыдай ең күшті, күшті емес, в целом бәрі күшті. Бүгін жаңағыдай бөлістім да, мысалға мына Эльмира ханымның бүгін разборда Дина ханыммен жүрген кезде барлық кейстерді өте бөлістіріп шықтым, бөлісіп бердім, айттым, осылай болған, мынандай болған деген кезде ол кісі шокта, аз ғана уақыттың ішінде осындай нәтижелер болуға бола ма деген секілді. Міне мен Эльмира ханым егер эфирде болса, ол кісі өзі сосын жазады ғой, көреді ғой. Ең лучший кейс, лучший дегенде аз ғана уақыттың ішінде колоссальный нәтиже шығарғандар өте көп. Барлығын енді бүгіннен бастап стористерде, рилстарда активно бөліскім келіп тұр. Адамдарда қандай өзгерістер болды, қанша уақыттың ішінде өзгерістер болды, не өзгерді, не өзгермеді, бәрін бөліскім келеді. Мысалға Эльмира ханым маған осыдан ровно 4,5 ай бұрын, 5 ай бұрын келген болатын, 5 ай бұрын дайректке жазған болатын. Кәдімгі Сарыағашта ауылда тұрамын, 4 баламен, ауылда ата-енесімен тұрады, күйеуі стройкада деп айтқан болатын. 9 айдан бері Петропавлда жырақта, 2 баласы қалада, мектепте, қаладан оқысын деп талпынып жүрген ана ғой, енді келіншек, тіршілік қылып жүрген келіншек. Солай кәдімгідей стресспін, депрессиядамын, кәдімгідей қалай шығарымды білмеймін, не істерімді білмеймін, ары қарай не жасаймын деп жүрген жері болатын. Және сол уайыммен, стресспен жүрген кезде денесінде аллергия болады, ісініп кетеді, жолдасымен қарым-қатынасы дұрыс емес, қырғын ұрыстар болады, ата-енесімен де түсініспеушіліктер, қолдамайды, қалаға кеткісі келеді, бірақ қалай барады, не істейді, жібермейді, сондай бір периодтар болып жүрді ол кісіде. Содан мен ол кісіге айтамын, қазір Эльмира ханым коучингте нәтижесін көргеннен соң, менің уже соңына қалмай қазір доллар миллионершіға қосылды да, менің қазір түсінгенім, проблеманың барлығы өзімде болған екен. Убеждение сабағын қарадым ғой, сонда маған бәрі түсінікті бола бастады дейді. Өзімнің миымдағы таракандар нереально рұқсат бермеген ғой дейді. Негізі тағы жаңалығым бар, соны күтіп отырмыз дейді. Негізі қосымша бір күшті керемет жаңалық бар. Алдағы уақытта оны тоже самый аудиториямен күштеп тұрып бөлісуді Алла нәсіп етсін. Сосын қараңыздар, жаңағыдай міне Нұрсұлтан сізбен дайректте сөйлескеніміз есіңізде ме? Жылап тұрып бәрін айтып бергенім. Қазір ойлап отырсам, осы күнге жетіп отырған бірінші Аллаға, сосын себепші қылған сізге мың алғыс жаным. Аллаға шүкір, осы күндердің артта қалды. Ол кезде менің дос состояниемді жеткізе алмаймын. Өзім ата-енемен 2 кішкентай баламмен ауылда тұрамын. Күйеуім басқа қалада жұмыс жасап, мені 9 ай бойы сол жаққа 9 ай бойы Сарыағашта, күйеуі Петропавлда жұмыс жасап жүрді. Былайша айтқанда отбасы шашырап кеткен болатын. Үлкен ұлдарымыз қалада тұрады бөлек, бәріміз жан-жақта шашылып кеткенбіз. Сатып алатын үйіміз қаладағы алынбай қалды, қарызға кіріп кеттік дейді. Содан қарызға кірген болатын. Содан күнге нерв, депрессия, жігітіммен күніге ұрсамын, ажырасам деп жүрдім. Ажырасам, әке шешемді ойлап барамын. 4 баламен Алладан сұрай бастадым. Маған шешімін тауып берші, біреуді жіберші, көмектесетін деп жылап жүрдім. Инстадан мені көріп қалады, сразу маған жазады разборға. Ойланбастан разборға жазылады. Содан разборға келеді, екеуміз разборда от души сөйлесеміз, барлығын түсіндіреді, маған айтады, өзінің состояниясын бөліседі. Осылай деген секілді. Күйеумен ажырассам қайда барам, не істеймін деп жүрген адам ғой. Күйеумен ажырассам бәрін реттеп алармын деп ойлайды. Бала-шағам бәрін басын жинап алып, бір күшті өзім өмір сүрем деп ойлайды. На самом деле это не так. Инстадан сізді көріп қаламды, сразу разборға жазылады, маған келеді разборға. Разбор өткенде қызық, ақшам болмаған, коучинг алатын, ақшасы болмайды. Айтам ғой, бұл коучингке адамдар жетіскеннен келмейді ол. Расымен де бір нәрсені өзгерткісі келгеннен кейін, өмірін өзгерткісі келгеннен кейін, состояниясын, қарым-қатынасын, ақша табу, қарыздан шыққысы келгеннен кейін келіп жатады. Сондықтан жетіскен адам ол келмейді. Жетіскен адам ары қарай жүре береді ғой, өзі нормально. Адам өзгерем дегеннен кейін ғана келеді. Действительно, барлық қыз-келіншектер осы уақытқа дейін бәрі қатысты ғой. Жаңа бәрін ашып мен от души бөлісе аламын. Керемет нәтижелер болып жатыр бәрінде.
И жаңағыдай іштей қатсам деген шешім ғана болды ол кісіде. И ертесіне маған қарыз болған адам қарызын жібереді 150 мың теңге, ал қалған сумманы күйеуінен сұрайды, жаңағыдай тауып бер, мен осылай қатсамын, сұрап тауып бер дейді. Ол жолдасы тауып береді. Алла ниетіне байланысты оңай әрі жеңіл түрде шешіп береді екен, қатты қаласаң. Қазір коучингтан кейін түсінгенім мәселе ақшада емес, мына біздің өзіміздің миымыздағы убежденияда. Сонда менде коучингте өзгерісті айта алмаймын ғой, негізі уже сабақ басталып қойған. Мен сол берген тапсырмаларды ұйықтамай техникалардың бәрін бірге бір жасады. Есіңізде ма, мен бәрін жасаймын, тек маған көмектесіңізші деген едім деп бөлісіп жатыр. Мен өзгертіңізші, қандай тапсырма берсеңіз де бірге бір жасаймын. Жан жаққа шашылып кеткен отбасымды жинап алғым келеді деп сондай бір үлкен запроспен келген болатын. Алланың қалауымен ғой, әрине барлығы уже қарым қатынасын бәрін реттеді. Мен айтам ғой, 9 айдан бері күйеуі жырақта болса да, 2 баласы қалада, кім оларды оқытып жатыр, кім қадағалап жатыр. Осы нәрсенің барлығы әйелдің ойында жүреді, білесіздер, я? Әйел қайда болса, отбасысы сол жерде болады. Уже жинай алмай жүр да отбасын жан-жақтан. Сосын мен айтам, ажырасу ол шешім емес. Давай бәрін заново дұрыстап жұмыс жасаймыз. Маған кел, әуелі Аллаға тәуекел ет, өзіңе сен, сосын маған сен, сонымен екеуміз бірге жұмыс жасаймыз, өміріңде керемет өзгерістер болады деп. Вот ажыраспай ақ бәрін реттеп алған. Мен әдемім, сұлуым деп бұл кісіге сөйтіп айтам ғой. Ата-ене байға бәрі дұрыс сияқты көрінеді, я, бәрімізде. Қиналып стресс болатындай түк те жоқ қой, құрсыншы не болды сонша деп айтуы мүмкін. Бірақ Эльмира ханымның өзінің санасында еді, санасында ұйқы жоқ, барлық ситуация тек Эльмира ханымның басында ғана болып жатыр еді. Өзінде болып жатыр, сол өзінің басында болған нәрсе өзінің өміріне түрлі сондай ситуацияларды тартып жатыр. Оны бірақ өзі байқамай қалады. Содан ата-енем ауылда, балалары кішкентай, біреуі 4-те, біреуі 3-те жылайды. Күнде таңертең ерте тұрып дәптерлерімді жазып, бәрінен қалып бара жатқандай не жаса дейді, бәрін жасай бастадым дейді коучингте. Бүкіл техниканы. И бір апта болмай өзгеріс бола бастады. Мен айтамын, коучингке келген кезде 10 күнде уже өзгеріс басталады. 10 күнде уже керемет колоссальный өзгерістер басталады, потому что түсінік ашылады, сана ашыла бастайды ханымдардың барлығында. 9 ай ешқайда шықпаған Эльмираны ата-енесі қалаға жібереді. Барып, жаңа 2 балаңның қасына барып кел деп жібереді. Сол кезде шок болады. 4 күнге ауылға барып келеді. Сол жерде жүрген кезде ата-енесі үй ізде, бәріміз бірге қалаға барып тұрайық дейді. Алдындан бері қарсы болған, шыны керек, вообще бармаймыз деген, я? Қалаға барып тұрайық, бар балалардың қасына деп сүйеді да, 10 күннен соң сразу ауылдан жиналып ата-енесімен бірге қалаға көшіп кетеді. Арендаға ала тұрады, енді Сарыағашта үлкен үйлері бар, бірақ қалаға көшіп жаңа бала-шағасының қасына барады. Прям өзі сенбей қалады. Алланың құдіреті, асосыздым, таңғы ритуалдарды жасадым, бәрі мощный результат бере бастады дейді. Сонда үздіксіз өзімен жұмыс жасай бастағаннан сіздің берген біліміңіздің арқасында жаным, прям четко и ясно бәрін түсіндіріп шайнап айтасыз ғой дейді. Ары қарай уже қалада, уже бала-шағасының қасында өмір сүріп жатыр, керемет болып жатыр, барлық ритуалдарын қалдырмай ары қарай да жасап жатыр. И вуаля, одан кейін керемет өзгерістер басталды. Сабақтың 20 күнінде уже ары қарай қалаға келеді, ата-енесімен қалада тұрады, балалар 4 бала-шағасымен қалада бәрі жүрген. И ары қарай 20 күнде жігітінің қасына, күйеуінің қасына кетеді. Самолетпен ұшып кетемін ғой дейді. Мен бұрын ой ақша құртып деп миым шектейтін едім дейді. Өзім өмірімдегі өзгеріс енді өмірдің 10 сферасында ұштым ғой, айта алмаймын дейді. Ата-енемнің өзі жіберді. 2 балаңмен бар. Үйдегі мына 2 оқушы балаңа өзіміз қарап қаламыз, барып келіп күйеуінің қасына деп жібереді ғой өздері. Курсқа келіп ата-енемен отношением өзгерді, сыйлықтар беріп маған дейді. Екінші күйеуімен отношением прям супер, сөз жоқ. Внимание, ақша, сыйлық, қыдыру, ресторанға апарып прям не қалады, бәрі орындалды, Аллаға шүкір дейді. Менің өмірім өзгеріп, өмірімді өзгертіп, білім беріп, бақытты және бай әйелдердің қатарына көбейтіп жатырсыз. Сізге 1000 алғыс деп алғысын айтып жатыр бұл жерде. Аллахыма рахмет, сізді жолықтырған деп осы коучингке алғысын беріп жатыр. Мен жай себепшімін, қыздар. Алланың қалауымен ғой, барлық нәрсе Алланың қалауымен болады. Сосын міне уже бөлісіп жатыр. Ішкі қалым жаман болса, Нұрсұлу ханым айтпақшы, бәрі бекер. Похуй бәріне деп өмір сүріңдер деді ғой дейді. Сол принциппен өмір сүріп жүрмін мен қазір дейді. Всегда старалась для всех жақсы пысық тәрбиелі келін, чистоплотная, умная жена болуға дейді. Бірақ бәрі үшін тырысты, бірақ өзі үшін жасаған жоқ сол нәрсені. Басқаларға да әдемі, басқаларға да дұрыс қарым-қатынасты жасау керек. Сен стараться,
сен біреу үшін емес, сен өзіңді ойлап өзің үшін жасаған кезде сен басқаларға да сондай қарым-қатынасты итаки жасай бересің. Өзін жақсы көрген адам уже айналасын жақсы көріп бастайды. Өзін жақсы көріп сыйлаған адам уже айналасын жақсы көріп сыйлай бастайды. Осындай алғыстарын күнде жазып бөлісіп отырды ол кісі. Содан міне мына жерде бөліскен: Аллахтың қалауыменен жігітім 3 аптада көтеріп тастады. Ауылда 5 жылдан бері фундамент құйып қойған, әне салам міне салам деген нәрсені салынбай жүрген адам, бірақ Алланың қалауыменен осы үйін тұрғызып тастады. Аллаға шүкір, 3 аптаның ішінде тұрғызды дейді да, бәрін жасап тастады дейді. Сонда жаңағы доллары миллионерші клубына өтті ғой, бұл кісілердің бәрі коучингті өтті программасына, сосын доллары миллионерші клубына өтіп алды. Ол жерде чатта бәріміз керемет байланыстамыз. Сонда қыздар сұрап жатыр ғой, 4-ші потоктың қыздары: Эльмира ханым 2-ші поток, 4-ші потоктың қыздары не істеп жатсыз осылай болу үшін деп сұраған кезде жазып жатыр: өзіммен өзім алысып Алладан сұрап жатырмын, ешкімнің миын жемей, бұрын көп нәрсені адамдардан күтуші едім, міне как будто должны сияқты байымның миын жеп Алладан сұрап жүретінмін дейді да. Алладан сұрап Аллаға дұға еттім, ритуалдардың барлығын бірге бір жасап жүрдім, энергия круг бәрін жасадым, байымның табысын сұрайтын, бірақ сол кезде коучинг өтіп жүргенде 1 ай болмай 2 миллион қарыз бар еді, почему-то соны беруге реті келмей жүрді, ақшасы бар болса да дейді. Атынан барлық кредиттерін жауып тастады, 2 миллион кредитті де жауып тастады дейді. Аллаға шүкір, бірінші Аллаға сансыз шүкір себепші қылып отырған дейді. Сонда бұл кісі осылай үздіксіз нәтижесі болу үшін ол коучингте берілген ритуалдардың барлығын үздіксіз жасады. И қазір де мысалға чатта доллары миллионерші чатында мысалға бәрін бөліседі, салады, жаңағыдай бөлісіп отырады, осыны жасадым, былай жасадым деген секілді бәрін ашық бөлісіп айтады. Міне бұрын қатты щепетильная, нервная, недовольная, шыдамсыз болатынмын, бәрін идеально жасауға тырысатынмын. Өзімен жұмыс жасағалы бері, коучингте өткелі бері успокоилась, бәрін байыма сырып қойдым дейді. Ол кісі өзі қазір вакуум наулимен айналысады, Алланың қалауымен ғой барлығы. Уже бұл кісі өзіне не керегін білетін әйелге айналды. Кешегі эфирді көретін болсаңыздар да, ол жерде де Дана ханым да бөлісіп жатыр. Дана ханымның да келісімен нәтижесіменен мен бөлісіп бере аламын. Өзінің бірақ кешегі эфирді көріп өткізіп жеріп, өзінің аузынан шыққан сөздерді еститін болсаңыздар, өте қатты изменение болды. Қарызда жүрді, 2 миллионнан аса қарызда жүрді, табыс таппайды, Каспийден эксперт болса да қалай жасарын білмейді, бірақ Алланың қалауымен ғой, коучингке келгеннен кейін бірінші разбордан ақ сразу ол кісі ақшасын тауып бастаған болатын. Ақша тауып бастады, сосын жаңағыдай уже қазір кеше айтты эфирде, өзі айтты, стабильный мен оборот емес дейді, стабильный доходым 3 миллионға жетті дейді. Ол кезде ешқандай Каспиймен айналыспайтын. Мен айттым, Каспийді ашыңыз, потому что оның миссиясы сауда. Мен айттым, Каспиймен айналысасыз. Сөйтті де бірден 3 ипа ашып, жақсылап жасап, соны оборотын жасап, еш саяхатқа шықпаған, саяхатқа шықты, Аллаға шүкір, жолдасына сыйлық жасады. Содан Аллаға шүкір қазір отбасы банкте де ақша жинап жатыр, машинаға ақша жинап жатыр. Өте көптеген осындай нәтижелер болып жатыр, қыздар. Мен жайменен барлығын осылай бүгін стористе Дана ханымды да өте түсіндіріп, басынан аяғына дейін күшлеп бөлісіп бергім келіп тұр. Себебі қыздар көпшілігі сұрайды, қандай нәтиже бар, қалай деген секілді. Бір-біріне бөліскен кезде сұрап жатады. Мысалы, алдын бөлістім, Индира ханым, Оразгүл ханым, Эльмира ханым, кім бар, бәрін бөлсем, сразу олар сол кісілердің директісіне шығады да, и жаңағыдай сұрап жатады, қалай біз, қандай нәтижелер бар деген секілді сұрап жатады. Вот. Сіздер жазған екенсіздер ғой. Мен көріп шықтым, керемет инсайттар алдым дейді. Коучты қызға күтіп жүрмін, ілесе алмай қалам ба дегенде қорқыныш бар. Нұрсұлу жаным, сені Алла кездестірді деген ойдамын, мен өзгеруге тиіспін дейді. Айсәуле ханым, сіз орын алдыңыз ба? Орын алған бетіңіз? Сіз брондадыңыз, я, Айсәуле ханым, или орын алдыңыз ба? Не помню. Айсәуле ханым, сіз орын алдыңыз, кажется. Эльмира ханым өз жазып жатыр. И жаным, люблю ғой сізді дейді. Вот, Эльмира ханым, осы Эльмира ханымның алдын стористе бөліскеннен кейін барлығы Эльмира ханымның жекесіне шығып, жазып, от и до полностью қалай болады деп. Сіз бұрын алдыңыз, кеше, Айсәуле ханым, сіз кеше бұрындаған болатынсыз. Жаным, қуаныштымын, мен көріп шықтым дейді, керемет инсайттар алдым дейді, коучты қызығып күтіп жүрмін.
Айсәуле ханым, алла қаласа керемет өзгерістер болады. Мен сізге оған 100% гарантия беремін, уәде де бере аламын. Алла қаласа қолдарыңыздан жетектеп жүріп, керемет нәтижелерге жететін боламыз. Жазған екенсіңдер ғой. Қыздар, 18 күні таңғы эфирде дайын болыңыздар. Ертең де өткізе берем. Ертең бізде 17 күні ертең басқа тақырыпта өтетін болам. Тағы да ертең кішкене бүгін де 3 адамға разбор жасап тастаппын ғой. Ертең де разбор жасап беремін. Сосын ертеңгі тақырып басқа тоже айтатын боламын. Разборға қатысайыншы дейді. Я төлем жасап қатыссаңыздар болады. Қазір ғана номерді алып тастадым ғой. Уже жазыңыздар, дайректке жазыңыздар. Разборға уақытын белгілейміз, разборға қоямыз. Сосын ертең басқа тақырыпта эфир өтемін. Ары қарай 18 күні, 18 сентябрь среда күні қарызға байланысты бір техниканы осы эфирде жасаймыз. Қарызға байланысты ақпарат беретін боламын бұйырса. Қыздар, разборға келіңіздер, миларыңызды төңкеріп, ақтарып беріп жеңілдеп қаласыздар дейді. Қуаныштымын Дина ханым. Бүгін Дина ханым разборға келген болатын. Разборға келіңіздер, миларыңызды төңкеріп береді дейді. Қуаныштымын. Әрбір қыз келіншекке разбор бағасы 10 000 теңге қыздар. Алматыда офлайн өтсеңіздер де болады. Алматыда офлайн 22-сінен бастап орын бар. 22-сінен 28-не дейін орын бар. Көреміз ары қарай. 22-сінен бастап орын бар, 25-не дейін бірнеше ғана күн екен ғой. И сол секілді онлайнға да орын бар. Онлайнға ертеңнен бастап орындар бар. Жазсаңыздар болады. Онлайнда, офлайнда екеуі де 10 000 теңге өткіземіз разборды. Бүгін Дина ханымға офлайн өткіздік Алматы қаласында. Күшті разбор болды деп ойлаймын, Аллаға шүкір. Дина ханым ертең коучингке келіп жатса, керемет өзгеріс болатынына мен 100% гарантия беремін, потому что адам болады кейдеші. Мысалға Дина ханым былтыр менде бір марафонда қатысқан, бірақ еш андай жасайын десе сәті келмеген кісі ғой. Содан Алла тағала өз уақыт сәтін реттеп қояды. Асықсаң да, қанша сен өзгертем десең де кейде өзгермей жатады да. Ал мысалға Дина ханымға уақыт сәті келіп тұр ғой. Болды, все, соберись, жаса деген секілді. Онлайн ертеңге орын бар ма дейді. Бар, я ертеңге орын бар ма? Дайректке жазсаңыздар, ақпарат беретін боламын. Разборда не айтасыздар дейді. Разборда скрин жасалмапты, бөлісіп қойын десем. Разборда полностью от и до разбор жасалады. Қазіргі сіздің өміріңізге, ситуацияларға анализ жасалады, ақпарат беріледі, инсайттар. То есть нақты стратегический решениені да беріп жіберем. Осы нәрселерді жасаңыз деген секілді. Сіздің болмысыңыз қандай, осы өмірге қандай миссияда келдіңіз? Мысалы, Дина ханым ол сауданың адамы, чисто саудамен айналысу керек адам. Нағыз сауданы бұрқыратып тұрып жасау керек. Алла бұйыртса, коучингке келіп жатса, мощный трансформациядан өтеді, сосын уже спокойно бастап кете алады. Разбордан кейін обязательно курс алу керек па негізі дейді. Жоқ, обязательно керек деген нәрсе емес. Разборда сіз меніменен танысасыз, разбор аласыз өміріңізге, ситуацияларыңызға. А в целом мен айтамын әрбір қыз келіншекке, түбі кез келген осында көріп отырған адамдардың барлығы, ханымдардың барлығы коучингтен өтеді деген мен ниетім бар. Потому что бәріне керек бұл. Кәдімгідей саналы түрде келіп, ақшасын жинап жүріп болсын, қалай болсын келіп қатысып, нәтижесін көреді. Аллаға шүкір, әрбір қатысқан қыз келіншектердің өмірінде колоссальный өзгеріс бар. Мен оған кәдімгідей оны көрсетіп жүрмін. Енді бүгіннен бастап стористе де активно, рилста да активно бөлісіп көрсеткім керек. Қыз келіншектердің нәтижелерін болған, иә, барлығын. Аллам қаласа дейді. Қыздар, рахмет жандарым, барлықтарыңызға бүгінгі күн үшін, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Жаңа аптаның бастауы, көңіл-күйлеріңізді көтеріңіздер, жасаңыздар. Сосын жаңағыдай шүкіршілік жазбағандарыңыз болса, жаз бастап кетіңіздер, күтпеңіздер, ертең таңда бастаймын емес, қазірден бастап кетіңіздер. Қазірден күштеп бастап кете салыңыздар. Сосын жаңағыдай арман жазбағандар жазыңыздар. Қазір эфирден шыға салысымен жазыңыздар. Істейтін нәрсені жасап тастаңыздар. Созып, уақыт құртып керек емес. Бүгін уже обед болды, кеш болды деген нәрсе өтпейді. Өмірлеріңіз 100% өзгереді. Өздеріңізбен жұмыс жасайсыз. Нұрсұлу ханымнан білім алсаңыздар өзгеру мүмкін емес дейді. Эльмира ханым жаңа, который сіздерменен жаңағыдай бөлістім. Нәтижесімен бөліскен ханым өзі бөлісіп жатыр. Парақшасына кіріп көрсеңіздер де болады. Керемет изменения болды. Тағы бір жаңалықтарды күтеміз. Эльмира ханымнан керемет болып жатыр. Аллаға шүкір. Ары қарай да тоқтамау керек. Себебі адам уже санасы өзгерген кезде ақша не үшін керек екенін түсіне бастайды.
ақша не үшін керек, не үшін оны жинау керек, неге сен үйің басқасы жағдайларын реттеу керек, неге бала шағаңның болашағы деген нәрсенің бәрін сен уже саналы түрде ойлай бастайсың. Оказывается, осылай екен ғой, былай екен ғой, былай істеуім керек екен ғой деген секілді сенің уже ойың жұмыс жасай бастайды. Сондықтан да қыздар, разборға келетіндеріңіз разборға келіңіздер, коучингке келетіндеріңіз коучингке келіңіздер. Рано или поздно любой адам, любой эксперт коучингтен өтеді. Мен оған 100% уверенмін. Вот, қыздар, рахмет барлықтарыңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Күндеріңіз жақсы өтсін. Жаңа жаса деген нәрсенің бәрін жасаңыздар. Эфирлерді көріңіздер. Кешегі эфирді көрсеңіздер, заново 3 сағат өткізіп тірлік жасап жүріп сол эфирлердің бәрін көрсеңіздер, қаншама инсайт білімдер алатын боласыздар. Рахмет сіздерге. Сау саламатте болыңыздар. Сақтаймын эфирді.